Қайырлы күн. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, білім алушылар. Біз қазақ диалектологиясы курсы бойынша дәріс сабақтарын оқитын боламыз. Сабағымызды бастамастан бұрын мен өзімді қысқаша таныстырып кетейін. Осы университет, яғни Халел Досмұхамедұлы атындағы Атырау мемлекеттік университетінің көптілді білім беру факультеті, қазақ тілі және әдебиеті кафедрасының доценті, аға оқытушы, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырған профессор Мұхамбетов Жомарт Ибатоллаұлы боламын. Бүгіннен бастап біздер осы қазақ диалектологиясы курсы бойынша дәріс сабақтарын тыңдайтын боламыз. Бұл енді сабақ туралы айтып кететін болсақ, қазақ диалектологиясы жалпы диалектілік ерекшеліктер өте қызықты, өте сондай тартымды және ғылыми негізді, өзінің тарихи негіздері бар, өзінің дерек көздері бар, әр аймақтың, әр өңірдің жергілікті ерекшеліктеріндегі тілдік элементтері бар, пән болып есептелінеді. Бұл пәнді өтудегі біздің мақсат міндеттеріміз қандай болмақшы? Яғни тіліміздегі диалектілер есебінен біз әдеби тілімізді әрқашанда толықтырып, байытып, қорландыра аламыз. Яғни әдеби тілімізді байытуға бірден бір бұл курстың себебі бар. Сондықтан да оны оқып білу, диалектілік материалдарды жинап білу, жинақтау тілімізде өте қажет деп есептейміз. Диалектизмдер, яғни біздің тарихымызды, тіл тарихын танудың да негізгі дерек көздерінің бірі болып табылады. Жалпы пәнді оқытудың негізгі мақсаты да осы тіл біліміндегі әдеби тіл мен диалектілерді ажырата білу, айырым белгілерін айыру, қажетті жағдайларда осы диалектілік ерекшеліктерді дұрыс пайдалану әдіс тәсілдерін үйрену, және диалектілік ерекшеліктерді жинаудың әдіс тәсілдерін білу, халық арасынан, жергілікті жерлерден осындай көптеген тілдік материалдар жиып теріп білу. Диалектизмдер арқылы туыстас тілдердің деректерін, олардың байланысын, олардың жақындық дәрежелерін аңғару қиын емес. Мінекей, біз жалпы тіл байлығын меңгеріп, тіл байлығымызды арттыру үшін, қазақ тілінің зор бай мұраларын білу үшін осы пәнді оқып білудің қажеттілігі зор деп есептеймін. Халқымызда кен асылы жерде, сөз асылы елде демекші, осы пәнді оқып білу арқылы біздер өзіміздің ғылыми теориялық білімдерімізді, жергілікті тіл байлықтарын жиыстырып теруде үлкен қызмет атқаратындығын әрқашанда естен шығармауымыз керекпіз. Құрметті студенттер, бүгін қазақ диалектологиясы курсы бойынша лекциямызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктер екенін түсініктік қой. Осы қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктер, олардың жалпы сипаты, диалектизмдердің тарихи даму жолдары, зерттеліп, дамып қалыптасуы, соның ішінде мына қазақ диалектологиясы туралы мәселелер, мінекей түркі тілдеріндегі диалектілер ерекшелігі, зерттелуі, дамуы туралы мәселелерді сөз қозғаймыз. Енді бұл мәселе жөнінде айтатын болсақ, диалектология тіл білімі тарихының жалпы өзінің тамыры тереңде жатыр, оны білесіңдер. Біз тіл білімінде, сіздер өткенде тіл біліміне кіріспе курсынан өткенде айтты ғой, тіл білімін зерттеу әдіс тәсілдері бар деп, яғни диахрониялық лингвистика, синхрониялық лингвистика деген бар, соның ішінде бұл қазақ диалектологиясы қандай курсқа, қандай жүйеге жатады дегенде, бұл диахрониялық лингвистикаға жатады, яғни тарихи, тілдердің тарихи дамуы бар. Тілдің өткенісіз бүгінгісі жоқ. Яғни қандай тіл болмасын, оның тарихи даму жолдары бар. Сол сияқты диалектологияның да өзінің даму жолдары бар екен. Оған тоқталмастан бұрын осы диалектологияға тағы да сипаттама беріп кетейін. Тіліміздегі диалектизмдерді жинап, зерттеп, оларды оқып білудің біздің курсымыз ішінде, білімділік ішінде, ғылым ішінде, теория ішінде, практика ішінде маңызы зор болып табылады. Қазақ тілінің, халық тілінің, ұлт тілінің қалыптасуы, қазақ әдеби тілінің негізінің салынуы тіліміздегі жергілікті ерекшеліктер осы диалектизмдермен, диалектизмдердің тарихымен тікелей байланысты болып келетіндігін қаперімізде ұстау керекпіз әрқашанда. Яғни тілдегі диалектілерді оқып білу, оны зерттемейінше, оны толық зерделеп қарамайынша тілдің болашағын білу мүмкін емес. Яғни тілдегі диалектілік ерекшеліктерді зерттеу қазақ тілінің басқа да тілдермен, яғни түркі тектес тілдерге жатады ғой, түркі тектес тілдермен қарым-қатынасын айқындай түсетін, нақтылай түсетін, осы туыстас түркі тілдермен байланысынан нақты деректер беретін, көптеген теориялық мәселелердің басын қозғайтын пән деп айтсақ та болады. Бұл пәннің теориялық мәні, яғни диалектологияны білмейінше, тілдің тарихи дамуын білмейміз. Диалектология дегеннің өзі тіл тарихымен тікелей байланысты. Яғни тарихи даму жолдарын, оның даму заңдылықтарын толық түсіну мүмкін болмайды, бұл пәнді білмесек. Сонда тілдегі диалектілік материалдарды зерттеу халық тілінің, яғни халық тілінің пайда болуын, сондай-ақ тілдің тарихын, соған сай халықтың құралып жасалу тарихын айқындауға
керекті құнды материалдар осы курстың бойынан табылады деп айтуға толықтай мүмкіндік бар. Жалпы қазақ тіл ғылымында диалектологияның алатын орны ерекше. Қазіргі уақытта да ол өзінің құндылығын жоймаған. Яғни қызметі әдеби асыл қазынамыздағы сөздерді байытып, сөздік құрамымызды толықтырудағы бірден бір орын алатын пән деп айтсақ та болады. Мен өткен сабағымда айтқан болатынмын, осы диалектілердің есебінен біздің әдеби тіліміз толық байып отырады. Яғни біз өзіміздің ұлтымызға, өзіміздің халқымызға, өзіміздің ана тілімізге керекті сөздерді ойдан құрастырып, немесе қырдан іздеп, немесе басқа тілден іздеп қарастырудың қажеті жоқ әрине. Біз өзіміздің халық тілінің тілдік элементтерін сарқа пайдалану керекпіз. Мінекей, сондықтан да қажетті сөздерді халық тілінен, өзіміздің тілден іздеп, ана тіліміздің бай қорына кіргізсек, бұл біз үшін бірден бір мақтаныш және тілдік қорымызды байыту болып табылады. Яғни бұл курстың негізгі мақсаты да қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтары, сіздер сияқты осы филология мамандығында оқып жатқан студенттердің толық тіл тарихынан мәліметтер алуға бірден бір әсері бар деп есептеуге болады. Енді тіліміздегі диалектілік ерекшеліктердің айтатын болсақ, таралу шегі, шығу тегі, дамуы, не болмаса осы қазақ тіліндегі көптеген сөздер, диалектілік сөздер, немесе жергілікті ерекшеліктер дейміз ғой. Солардың пайда болып дамуы туралы әңгіме қозғайтын болсақ, немесе біз айтқан болатынбыз, диалектология ғылымы бұл барлық тілде де бар. Яғни бұның тарихы тереңнен басталады. Көне түркі тілдерін зерттеушілердің еңбектерінен де бастау алады. Бірақ енді оның барлығын сөз ете беруге болады. Дегенмен де өзіміздің нақты курсқа қарай ойысатын болсақ, бұл қазақ диалектологиясы қашан, қалай пайда болды? Осы қазақ диалектологиясының қалыптасуы қалай болды деген уақытта біз неден және кімнен бастау керек деген заңды сұрақ тұрады алдымызда. Енді өздеріңіз білесіңдер, біздің қазақ тілінің диалектілік ерекшеліктері, қазақ диалектологиясының қалыптасып дамуы бұл өткен ғасырдың 30 жылдарынан бастау алады деп айтуға толық мүмкіндік бар. Яғни өткен ғасырдың 30 жылдарының екінші жартысынан басталады. Диалектизмдердің әсерінен халық тілінің, немесе халық тіліндегі көптеген рухани мұралар, тарихи мұралар, лингвистикалық тілдік мұралар, небір халықтың ішіндегі асыл сөздер жинақталды күні бүгінге дейін. Қалай жинақталды, кімдер жинақтады, қандай әдіс тәсілдер болды дейтін болсақ, оған да біз қазір келеміз. Яғни көптеген ғылыми негізі бар тілдік материалдар мен оқулықтардың шығуы, монографиялардың, көптеген ғылыми еңбектердің зерттелуі, көптеген диалектолог ғалымдарымыздың зерттеу еңбектері, Қазақстанның барлық өңіріне шыққан экспедициялық бағдарлау жұмыстарының нәтижесінде біз үлкен ғылымның, осындай диалектология ғылымының қазіргі шегіне жетіп отырмыз. Тіл байлығымызды, халық тілінің қазыналарын теріп, күні бүгінге дейін сақтап, аймақтық сөздіктерде, диалектологиялық сөздіктерде оны беріп отырмыз. Пән ретінде де, қазір ғылым ретінде де сіздерге оқылып, бұл пән туралы көптеген мәліметтер айтылып жатыр. Енді көптеген ғылыми негізі бар тілдік материалдар мен оқулықтар, монографиялар бүгінгі күнге дейін жазылып, жарыққа шығып жатыр. Диалектолог ғалымдар, олардан кейін көптеген ғылыми құнды кандидаттық, докторлық диссертациялар қорғалып, магистрлік жұмыстар қорғалып, яғни дами түсуде. Енді қазақ диалектологиясы өткен дәуірдің 30 жылдарының екінші жартысында басталып, қазақ тіл білімінде негізі қаланды. Енді бұны біз кімнен бастаймыз? Сол кезеңдегі ғалымдарымыз, керемет тіл тарихы зерттеуші ғалымдар, диалектологтар, лингвист ғалымдар деп айтсақ та болады. Бұл кезде Сәрсен Аманжоловтың, Жұмат Досқараевтың, Сауранбаевтың, Нұрмағамбетовтың, Сарыбаев, Қалиев, Нақысбековтың күні бүгінгі дейін осы кісілердің еңбектері арқылы қазақ диалектологиясы жан-жақты зерттеліп қалыптасты. Яғни Сәрсен Аманжоловтың өзінің қазақ тіл білімінің тарихы және диалектологиясының мәселелері деген үлкен еңбектің өзінің бүгінгі күнімізге жетіп құнды материал болды. Бұл кездегі Сәрсен Аманжоловтың бұл еңбегі орыс тілінде жазылғанымен Ғабдолла Қалиев ағайларымыз бұны қазақ тіліне аударып, қазір бұл үлкен кітапханалар сөрелерінде барлық студенттер мен білім алушылар қолжетімді пайдаланып, өзіне қажетті көптеген тек қана диалектологияға қатысты емес, қазақ тіліне қатысты тарихи құнды деректерді тауып, өз кәделеріне жаратып отыр деп айтсақ болады. Сондай-ақ
ең алғашқы диалектология туралы кандидаттық еңбек жазған Жұмат Досқараев ағамыздың еңбегін, кандидаттық диссертациясын ерекше айтып кетуге болады. Осы кісілерден кейін күні бүгінге дейін диалектология ғылымы дамып жетіліп келеді. Сондай-ақ Сарыбаевтың батыс өңіріне, Орал өңірі, Жымпиты, Чапаев, батыс Қазақстан өңіріне жасаған экспедициялық материалдары, Оқасын Ақысбековтың оңтүстік өңірі, Шу өңірі не жасаған диалектологиялық материалдар мен экспедициялары, басқа да осындай ғалымдардың көптеген деректері Алматы қаласында Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтында қазақ тілі тарихы және диалектология бөлімі деген бөлім ашылып, сонда кең түрде зерттеліп, көптеген ғалымдарымыз ғылыми еңбектер тудырып, жаңа ғылыми бағыттағы еңбектер қорғалып, үлкен істер жасалғандығын айтып кетуге болады. Жалпы диалектология қазақ тілінің сан алуан, сан қырлы сөз байлығын сараптап дамытуда, тіл тарихынан мол деректер беруде, әдеби тіл байлығын молайтуда сарқылмас арна екендігі белгілі. Кен асылы жерде болса, сөз асылы елде екендігі белгілі. Мінекей көптеген ғалымдар осы жаңағы экспедициялық материалдар, экспедициялық бағыттар, жаңағыда іс-сапарлар ұйымдастырып, ауыл-ауылды, ел-елді аралап, көптеген құнды деректер жинап, ол деректерді қазіргі күнде қазақ тілінің аймақтық сөздігі, немесе қазақ тілінің диалектологиялық үштомдық сөздігінде осы еңбектердің барлығы енген. Әлде де ол сөздіктің ішіне кірмеген халықтың арасында қаншама сөз байлықтары бар. Соларды жинап, соларды сөйлету, соларды талдау біз бен сіздердің жұмыстарыңыз, болашақ тіл мамандарының, болашақ филологтардың сіздердің жұмыстарыңыз болмақ. Сондықтан да қазір уақытта кез келген қайда жүрсек те осындай тосын сөздерді естігенде халық арасынан сөз байлықтарын теріп, жазып, зерттеп, диалектологиялық практикаларға шыққанда қарастырып, осылардың барлығынан көңіл бөліп талдап жүру керек. Жергілікті тіл ерекшеліктерінің ішінде көне тілдердің сарқыншақтары, тілдік элементтері де сақталады. Мысалы, көне тілдік тайпалардың, тілдік одақтардың тілдік элементтері көп кездесіп отырады, көп кездеседі. Қазіргі кезде де мысалы айтатын болсақ, қазақ тілінде бір атаудың қазақ тіліндегі сөз болса да, бірақ ол сөздің көне тарихы бар екен, этимологиясы бар екендігі, немесе ол сөздің басқа тілден кіргендігі туралы да айтуға болады. Мысалы, мындай мысалды айтатын болсақ, қазіргі кезде біздер көйлек деп айтып жүрміз, көйлек, яғни киім атауы көйлек. Көйлек орнына оңтүстік өңірде осы көйлек дегеннің орнына жиде деген сөзді қолданады. Жиде сөзі бұрынғы ноғай тілінің жегде сөзінің элементі, атстрат ретінде келген, қалдық, атстрат қалдық деп айтамыз. Енді қараңыздаршы, бір мысал, қарапайым мысалмен айтатын болсақ, көйлек деп айтамыз. Яғни көйлек, жаңағы үстімізге киетін көйлек, әдеби тілде. Оны оңтүстік өңірде жиде деп айтады. Шын мәнісінде көйлек деген сөздің мағынасы ол орысша айтқанда жаңағы платье, платье. Яғни ол көйлек деп әйел адамдарға тән нәрсе. Ал ер адамдардың көйлегін жиде дейді екен, жиде. Жиде, мысалы, менің жидем жаңағы тозып қалды, немесе мен жаңа жиде сатып алдым деген сияқты. Яғни оңтүстік өңірлерде, мысалы Шымкент, Алматы жақта ер адамдардың көйлегін жиде деп айтады, әйел адамдардың көйлегін көйлек деп айтады. Яғни онымен санасуға болады, дұрыс, ақылға қонымды деп есептеуге болады. Ал мысалы біздің батыс өңірде ер адамның көйлегінде, әйел адамның көйлегінде көйлек деп айта береді, айырмашылық жоқ. Ал шын мәнінде көйлектің жаңа орыс тіліндегі мағынасы бұл жаңа платье дегенді білдіреді. Егер оңтүстік өңірге барып сіздер, мен өзіме көйлек сатып алайын деп айтса, ер адам, сатушы таңырқап қалуы мүмкін, сіз көйлек деп, әйел адамның көйлегін айтады, ер адамның көйлегін жиде деп айтатын сықылды. Ал енді осы жиде деген сөздің өзі этимологиясы қайдан келген, қалай шықты деп айтатын болсақ, жиде, жаңа біз айттық қой, жиде ноғай тілінің сөзі екен, ноғай тілінен біздің тілге кірген. Өздеріңіз білесіңдер, тарихқа бой жүгіртетін болсақ, біздің мысалы Атырау облысы, Маңғыстау облысының бұрын көптеген жерлерін ноғайлар мекендеген екен, ноғайлар. Көптеген ноғайлардың тілдік элементтері, көптеген заттары, тағы да басқа құндылық мәдени мұраларын кездестіруге болады. Егер оны зерттейтін болсақ, тарих жағынан да, тіл жағынан да. Сонда жиде деген сөз бұрынғы ноғай тілінің жігде деп аталатын сөз екен, жігде. Атстрат ретінде ноғай тілінің элементі болып кірген екен біздің тілімізге. Сонда тіліміздегі диалектілік сөздер жергілікті халықтардың сөйлеу тілінде ғана кездеседі, әдеби тілде қолданылмайды. Әдеби тілде қолданылмайды. Тіліміздегі диалектілік лексикаға белгілі бір өңірлерде ғана таралу шегі бар.
жалпы халықтық сөз байлығына енбейтін сөз айырмашылықтарын жатқызамыз. Мен айтып отырмын ғой, әдеби тілге кірмейтін сөздерді біздер диалектілер немесе жергілікті тілдегі ерекшеліктер деп табамыз. Мінекей осындай сөздерді, диалектизмдерді қандай өңір болмасын, қай халықтан болмасын кездестіруге болады, иә? Жергілікті тіл ерекшеліктерін белгілі бір жергілікті табиғи ортадағы халықтың өмір сүру жағдайымен, менталитетімен, оның тарихымен, кәсібімен, ауызекі сөйлеу мәнеріне, сөйлеудің әдіс-тәсілдеріне де байланысты болады. Енді өздеріңіз қарасаңыздар, әр өңірдің табиғаты әртүрлі секілді, сол өңірдің адамдарының да сөйлеу мәнері, сөйлеу әдебі, сөйлеу эмоциясы, интонациясы, психикасы бәрі әсер етіп отырады. Тіл барлық ғылымдармен де, барлық пәндермен де байланысты екендігін білесіңдер ғой, мысалы. Сондықтан да Алматы өңірі, мысалы оңтүстік өңірдің тілін алып қарайтын болсақ, олар майда, сөз әдептері өте баяу, интонация жай сөйлейді. Мысалы батыстықтардың тілін алып қарайтын болсақ, олар өте шапшаң, қатты, сөздері жылдам жаңағыдай, солай сөйлейді. Себебі олар ол жақтың жаңағы ауа райының да, менталитетінде жаңағы қысы салқын, жазы боранды, дауыл, жаңағыдай ерекше жаңағы ауа райы жаңағы құмды, шөлде болып кететін сияқты сөйлеу ерекшеліктерімен сөйлеу мәнерлерінде өзіндік ерекшеліктер болады. Яғни бұның да жаңағы лингвоэкологиялық немесе лингвопсихологиялық тұрғыдан болашақта зерттеу объектілеріне де алуға болады деп ойлаймыз. Яғни диалектологияның негізгі қарастыратын мәселесі осындай жергілікті тіл ерекшеліктер екен. Халық тіліне тән. Сондықтан диалектілерді халық тілінің құрамында қарау керек. Яғни бұл курс енді диалектология курсы, өткен сабағымызда айтқанымыздай, тіліміздегі жергілікті ерекшеліктерді танып білу, олардың төркінін, шығу тарихын зерттеу, тілдің өткен болашағына үңілу болып табылады. Мінекей осылардың барлығын біз біліп, әрқашанда қатерде ұстап жүрген абзал деп есептейміз. Енді қазақ тіліндегі көптеген диалектизмдердің түрлері мен ерекшеліктеріне келетін болсақ, олардың тарихи тілдік қабаттарын меңгеріп, қазақ тіліндегі түрлі жергілікті ерекшеліктердің дұрыс айырып, және олардың мағыналарына дұрыс талдай жасап білу керекпіз. Енді біз қысқаша тарихи даму жолдарына немесе осы диалектологияның маңыздылығына тоқталып кетейін деп отырмыз бүгінгі сабағымызда. Тілдегі диалектілерді зерттемейінше тілдің тарихын дамуын ашу мүмкін емес. Яғни тіліміздегі диалектілерді зерттеу арқылы біз тілдің тарихын тереңірек меңгереміз, білеміз. Тек қана біздің өзіміздің тілдің ғана емес, көптеген түркітектес халықтардың тіліндегі тілдік элементтерді, ұқсастық жақтарын, айырмашылық жақтарын танып білуге болады. Диалектілерді зерттеу, сөздіктер жасауда, қазақ тілінің диалектологиялық атласын жасауда, диалектілердің таралу шегін, изоглостарын анықтауда өте маңызды, өте зор деп айтамыз. Тіліміздегі диалектілік ерекшеліктерді зерттеу қазақ тілінің басқа да түркі тілдерімен туыстастығын, жақындығын анықтай түседі. Көптеген тілдік деректерден мәліметтер беретіндігі ол айдан анық. Яғни сол себепті жергілікті диалектілерді жинау ісінде ерекше көңіл бөлу керекпіз. Яғни оларды мұқият зерделеу керекпіз. Сол себепті жергілікті диалектілерді жинау ісіне ерекше көңіл бөлеміз. Қазақ диалектологиясы тек Қазан революциясынан кейін пайда болып дами бастаған сала, қазақ диалектологиясы. Бұған дейін де тілдің даму сатысында революцияға дейін, Қазан революциясына дейін және революциядан кейін деп жаңағы кезеңге бөледі. Ал енді біздің қазақ диалектологиясы осы Қазан революциясынан кейін пайда болып дами бастаған сала болды. Қазақ тіліндегі жергілікті ерекшеліктердің жиналуы сол 1930 жылдардан екінші жартысынан басталып дами бастады. Содан бері қазақ тіл білімінің бұл саласы біраз үлкен табыстарға жетті. Жаңа мен айттым ғой, Досқараев, Сәрсен Аманжолов, Сауранбаев бастаған ғалымдар. Бұдан да басқа ғалымдар, Ахмет Байтұрсыновты да, Құдайберген Жұбановты да, көптеген ғалымдардың еңбектерін айтуға болады. Ол кісілердің де диалектілерге қатысты сөзі бар. Немесе Мағжан Жұмабаевтың өзі еңбекші қазақ газетінің 1926 жылы жариялаған нөмірінде ең алғашқы провинциализм, диалектілердің бар екендігін айтқан, мысалдар берген. Оны диалектология тарихы бөлімінде, менің немесе қазақ диалектологиясы курс практикалық курсында толық ол кісілердің, жаңағы Жұбановтың, Құдайберген Жұбановтың, Қошке Кемеңгерұлының, жаңағы Мағжанның, немесе басқа да Жүсіпбек Аймауытовтың осы диалектілердің тарихына қатысты айтқан пікірлері нақты деректі материалдарынан көруге болады, қарауға болады. Содан бері қазақ тілі білімінің бұл саласы
диалектология саласы біраз табыстарға жетті. Қазіргі күнде де белгілі бір ғылым саласы болып зерттеліп келе жатыр. Диалектологияның теориялық негізі, практикалық жақтары бар. Бұл жаңағы диалектология тіл тарихымен, археологиямен, мәдениетпен, басқа да ғылымдардың барлығымен тікелей байланысты. Себебі ол тарихқа тікелей қатысты. Зерттеу сипатына қарай диалектология сипаттама диалектология, синхрониялық диалектология, диахрониялық диалектология болып бөлінетіндігін білу керекпіз. Жергілікті диалектер мен сөйленістер туралы ұғым пайда болу жолдары, олардың халық, қоғам тарихымен, халықтың өмірімен байланыстыра зерттеу, тығыз зерттеу керек. Себебі халықтың тұрмысында, күнделікті өмірінде, ауызекі сөйлеу тілінде, оның кәсібінде, оның шаруашылығында осы көптеген диалектілік сөздер кездеседі. Диалектілік сөздер бірыңғай бір заттың құрамында немесе бір зат атауында ғана емес, халықтың тұрмыс тіршілігіне қажетті қанша зат болса, кәсібі болуы мүмкін, ыдыс-аяғы болуы мүмкін, киім-кешегі болуы мүмкін, салт дәстүрі болуы мүмкін, мал жаны болуы мүмкін, үй қора-қопсы, құрал-сайманы болуы мүмкін, киім-кешегі, аяқ киімі, тағысын, құс атаулары, аң атаулары, жер, су атауларының барлығында да бұндай диалектілік ерекшеліктерді тілімізден молынан кездестіреміз. Біз оларды мысалдармен болашақта жеке-жеке тағы да тоқталамыз. Сондай-ақ мына диалектология ғылымының тарихына айтатын болсақ, бұның маңыздылығы мына көне тілдік деректердің элементтерін айыруда, немесе көне тілдік деректердің ішінде де осы диалектілік үлгілер көп кездеседі. Бұрынғы кезде түркологтардың еңбектерінде бұл мысалдарда диалектілер деп айтқан, диалектілер, наречий деп атаған. Күні бүгінге дейін сол орыс ғалымдарының еңбектерінде наречий деп аталады, тілдік элементтер, яғни диалектілік ұғымдармен қатар айтылады. Жергілікті диалектілер мен тайпалық диалектілердің бір емес екендігі, олардың айырмашылығы, олардың түрлері, сондай-ақ жаңа диалектологияның зерттеу нысаны өзінің аумағын кеңейте түсті. Зерттеу нысанына қарай диалектология сипаттама, описательная диалектология, тарихи диалектология, диахрониялық, яғни диалектология сияқты екі салаға бөлінеді. Енді сипаттама диалектология деген не? Оның міндеті қандай? Яғни тіліміздегі диалектілер мен сөйленістердің дыбыстық, грамматикалық және лексикалық құрылысын сипаттау, сол жайында жүйелі білім беру, сол жайында түсініктерге тоқталу мәселесі осы сипаттама диалектологияда. Ал тарихи диалектологияның міндеті, тіліміздегі диалектілер мен сөйленістер, диалектілік ерекшеліктердің пайда болуы, дамуы, олардың тарихы, шығуын зерттеу. Мінекей, бұл екі салада бір-бірімен тығыз байланысты. Енді қысқаша дәрісімізді қорытындылайтын болсақ, сонда диалектология ғылымының тарих туралы, көне тілдермен байланыстылығы, оның салалары туралы біраз нәрсені тілге тиек етуге болады. Мінекей, қысқаша біз дәрісімізді қорытындылайтын болсақ, осы диалектология тарихы, оның салалары, жергілікті ерекшеліктері туралы мәселелерді болашақта практикалық сабақтарымызда, лабораториялық сабақтарымызда қамтып, әр осы тарихи даму зерттеу жолдарына жеке-жеке тоқталуға болады. Қысқаша дәрісімізді осы тақырыппен аяқтаймыз. Көріскенше сау болыңыздар.